Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Бүгін етті бәліш, яғни мясной пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Сондай жұмсақ әрі дәмді, қамыры қатпарлы болып шығады. Ол үшін жұмыртқамызға тұз, қаймақты қосып жақсылап араластырамыз. Еріген сары майымызды қосып тағы да араластырамыз. Бөлек ыдысқа ұнымызға қосқышты қосып араластырып, массамызға біртіндеп қосамыз. Жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қолымызға сәл жабысып тұрады. Қазір біз осы қамырымызды холодильникке 30 минутқа жібереміз. Осы уақытта салмасын жасайтын боламыз. Етті сақтап турап, табада майда кішкене қуырып аламыз. Жалпы уақыт 10-15 минут қуырсаңыздар жеткілікті. Сарымсақты салып, тұз бұрышын салып, артынша картошканы саламыз. Картошканы салғаннан кейін 3-4 минуттай бұқтып қуырсаңыздар жеткілікті. Салмамызды бөлек ыдысқа салып аламыз және міндетті түрде суытуымыз қажет. Қамырдың үстіне ыстық салманы салуға болмайды. Қамырымызды екі бөлікке бөліп, үлкендеу бөлігін осылай астына жайып аламыз. Үстіңгі бөлігінде жайып аламыз. Салмамызды салғаннан кейін екінші қамырымызды үстіне орналастырамыз. Шеттерін міндетті түрде қысып жабыстырамыз. Менде ондай әдемі болып шықпады, бірақ өз еріктеріңіз бойынша әдемі қылдырып қойсаңыздар болады. Бетіне жұмыртқаны жағып, осылай тесіктер жасаймыз вилканың көмегімен міндетті түрде, және де мак немесе кунжут пайдаланып әсемдесеңіздер болады. Мінекей бәлішіміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.